рэповать ни о чем, не по теме, кругом маскарад. Их клоуны в деле, это масхара. Кавсина басхарат, девидан шашал до синеге бассалат. Чисто результат, чисто мандайтир. Микрофон кулака, бір-бірмелі потер. Көріп кел, ақша алып айту үшін көріп кел. Если понимаешь, в чем суть, а не без таких. Не хаваю на бартер, я готовлю сам. Чё там, где там, гиста каресал. Симфония у нее был фотки в инстаграм. А вчера клуб там, клуб копал на чай. Қалайсыңдар біздің подписчиктарымыз. Бүгін біз аудио жұмыс емес. Аудио демекші біздің аудиодаушыларымызды пайда болуын және соңғы жағын қалай бітуімен аяқтауын қадағалаймыз. Ол үшін мысалға біз біріншіден тыңдап көрейік. Бұл басталуы. Басталуы, аяқтауы. Көргеніңіздей бізде бұл қалай басталады, сол аяқталады. Ал біз бұны плавно бастаймыз, орысша айтқанда, и плавно аяқтаймыз. Біз оны қалай істейміз? Ол үшін біз инструмент перон таңдаймыз. Жақындатамыз. Мына жерден екі точка жасаймыз. Мысалы бірінші аяқтау керек. Мына жерде осылай аяқтадық. Тыңдап көрейік. Бұл бізде аяқ жағы. Бұл бізде аяқталды. Басталу осылай әдемі басталуды болады. Оны біз тура жағында істегенде қана алдына істейміз. Первый инструмент таңдаймыз да. Біреу, екеу. Басамыз. Бұны біз тартсақ табылады. Ал тыңдап көрейік. Көргеніңіздей, мына жерде бізде астында жол пайда болды. Бұл осы орысша айтқан тональность көтеріп төмен түсіре аламыз. Бұл бізге әзірге керегі жоқ. Көріп тұрғанымызда бізде бәрі орысша айтқанда гармонично и әдемі тұр. Осы өте оңай жаттығуды немесе видеомды қайталап көрсеңіздер болады.